7 сынып қазақ тілі. Пән мұғалімі Базарбай Әсия Базарбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отан, оттандастық. Оқу мақсаты: әлеуметтік, қоғамдық оқу еңбектер тақырыбына байланысты монолог, диалогтағы автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Оқшау сөздер дегеніміз не? Оқшау сөздер сөйлемнің құрамында өзге сөздермен байланысқа түспейтін, сөйлем мүшесі қызметін атқара алмайтын, тек сол сөйлемнің мағынасын дәлелдеуге қатысып қана тұратын сөздер тобын атаймыз. Олар сөйлемдегі басқа мүшелерден интонация, яғни дауыс ырғағы арқылы бөлініп тұрады. Олар үшке бөлінеді. Оқшау сөздердің бірінші түрі одағай, қаратпа, қыстырма сөз. Одағайға мысал келтіретін болсақ, па шіркін. Дауысы дауыс-ақ екен. Бұл жердегі оқшау сөз па, яғни одағайымыз. Бәрекелді, қап, пәлі, ту, япырай, әттең, тағы басқа сөздерді одағайға жатқызамыз. Қаратпа сөз. Мысалы, толқын, үй тапсырмасын орындадың ба? Бұл жерде толқынға қаратып айтылып тұрғаннан кейін толқын сөзі қаратпа сөз болып табылады. Қыстырма сөз. Бәсе, солай болады деп айтып едім ғой. Оқшау сөздердің тыныс белгілері. Бірінші, оқшау сөздер сөйлемнің басында тұрса, одан кейін үтір қойылады. Ал қаратпа сөз көтеріңкі дауыспен айтылса, соңынан леп белгісі қойылады. Мысалы, абай, сен осы ақынсың-ау? Шіркін, сазгердің аққу күйін тыңдағанда нағыз аққудың үні естілгендей болады. Екінші, оқшау сөздер сөйлемнің ортасында келсе, оқшау сөздердің екі жағынан үтір қойылады. Мысалы, ұялма, қалқам, бір сайра, бізде алалық үлгіні. Бұл жердегі оқшау сөз қалқам. Үшінші, оқшау сөздер сөйлем соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Мысалы, көріскенше, қош болыңдар бауырлар. Оқушылар, жаңа сабақты түсінген болсаңыздар, төмендегі тапсырмаларды мұқият орындап шығыңыз.